Саламатсыздар ма балалар? Ана тілінің 13-ші сабағына келдік. Қалайсыңдар? Жағдайларың қалай? Жуан және жіңішке айтылатын сөздер. Бүгінгі тақырып. Бірінші жаттығу тақырыбы бойынша мәтіннің мазмұнын болжа. Мәтінді тыңда. Әдепті балалар. Жақында Асан атаның баласы қалаға көшіп кетті. Оқушылар Асан ата мен Әсем әжеге көмектесуге келісті. Толағай, ұлдар мал күтуге көмектессін, ал қыздар үйді тазаласын деді. Балалар күнде ата әжеге көмекке келді. Өркендерің өссін, халыққа қадірлі азамат болыңдар, деді Асан ата. Әсем әже дастархан жайды. Ол бірлік пен татулықтарың үшін ризамын, деді. Әдіба табылды. Балалар қандай қамқорлық жасады? Әже оларға не деді? Балалар бірінші ата әжеге көмекке қолғабыс жасауға барды, Әжесі оларға бірлігі мен татулығына риза екендігін, олардың соншалықты ауызбіршілікте жұмыс жасайтындығына дән риза болды. Балалар, сендер де сондай ата әжелеріңе көмектесетін ақылды, әдепті бала болыңдар. Әдепті және балалар сөздерінде неше дауысты дыбыс бар? Олар қалай естіледі? Жуан ба, жіңішке ме? Ендеше бірге білейік. Әдепті сөзі жіңішке естіледі, себебі жіңішке дауысты дыбыстар бар. Сөздері. Ал балалар сөзі жуан дауысты болып естіледі. Жуан, балалар. А дыбысы, себебі А дауысты дыбыс жуан. Подписаться кнопкасын басуды ұмытпаңдар. Каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып, қоңыраушаны басып қойыңдар. Егер балалар сіздер қоңыраушаны басып қойсаңыздар, менің қандай сабағым шықса, сіздерге бірінші келіп тұрады дыбыс белгісі ретінде. Екінші жаттығу, мақалды жатқа жаз. Үлкенге құрмет, кішіге ізет. Балалар, үлкенге құрмет, кішіге ізет. Жарайсыңдар. Үлкенге құрмет көрсететін, кішіні сыйлайтын, әппақ, әдемі, сүйкімді балаларсыңдар, Сөздегі дауысты дыбыстар жуан болса, сөз жуан айтылады. Тыңдаймыз қайтадан. Егер сөздегі дауысты дыбыстар жуан болса, сөз жуан дауысты болып айтылады. Айна. Себебі мұнда А сөзі жуан дауысты дыбыс қатарында. Жылқы. Дыбысы жуан дауысты. Сауысқан. А дыбыстары жуан дауысты дыбыстар. Тағы да төменге қоса кетейін. Аслан, арба, аға, ата, айдана. Кілең А дыбысына құралған жуан дауысты дыбыстар. Ал мұның барлығы қалай естіледі, балалар? Жуан дауысты дыбыстар, сөздер болып естіледі. Ендеше сабақтан сергіп алайық. Бұл сендердің зейіндеріңді ашатын, сабаққа деген құштарлықтарыңды арттыратын сергіту сәті болмақ. Суреттегі не? Бірінші суреттегі сүт. Дұрыс айтасыздар. Екінші суреттегі қалай ойлайсыңдар? Тіршіліктің көзі су. Жарайсыңдар. Ендеше балалар, сергіту сәтінде сүт пен судың ерекшеліктерін және оның пайдасы жөнінде айтайық. Балалар, сүт адамның денесіне кальций элементінің қажетті мөлшерін береді екен, және ол сұйық түсті. Ал суда барлық микроэлементтер бар, адам ағзасына өте пайдалы. Егер де сендер күніне 2 литр немесе 1,5 литр су ішетін болсаңдар, сендер мықты, денсаулығы жақсы жұмыс жасайтын балалар боласыңдар. Ендеше сабағымызға қайта оралайық. Үшінші жаттығу, моншақтардағы сөздерді оқы. Сөздердің айтылуына назар аудар. Оларды түсіне қарай топтастыр, бір сөзбен қалай аталатындығын көрсет. Мысалы, балалар, мына жерде қарайық, арыстан сөзін алайық. Арыстан бұл сары түспен, міне, мына жолбарыс түсімен келеді. Ал қарға деген көк түс, бұл қай сөзбен келеді?
шағала сөзімен келеді, иә балалар? Енді екеуі қалды: қой және қызыл түстегі бота. Бұл да бірдей түстер. Бұның барлығы қандай дыбыс болып аталады? Жуан дауысты дыбыс болады. Достар, егер де осы слайд қажет болатын болса, комментарийге нөмірлеріңізді қалдырыңыздар. Мен сіздерге міндетті түрде жіберемін. Ұстаздар және ата-аналар, оқушылар болса, сонымен қатар баланың зейінін қалай ашамыз тақырыбында мен сабақтар бастап жатырмын. Бірінші сабақ менің каналымда бар. Сол сабақты міндетті түрде көріңіздер және сабақ барысында оны қолданыңыздар. Сондықтан сол кезде сіздердің балаларыңыз өте зейінді болады. Үй және қосымша сабақтарда шығаратын боламын. Сау болыңыздар, менің каналыма тіркеліңіздер. Сіздерге көп рахмет. Келесі кездескенше.